Байқадың ба, Лара жаңағы Бекзатпен қол ұстасып кетейін десе, кімнен Арайдан қорқып, кәдімгі қолын ұстамай жатыр. Демек, әсер етіп жатыр сенің пікірің деген сөз, Арай. Дұрыс. Таныстықтары жақсы жалғасын деп тілейміз, бірақ қазір біз жаңа таныстыққа кезек беруіміз керек. Шымылдық жабылсын. Шымылдық жабылып жатыр, және есеп қанша еді? 4-3 еді? 4-3. Қазір теңесіп кетер ме екенбіз, жоқ әлде ескілер қайтадан алдыға шығып кете ме екен? Алға шығады деп ойлап тұрған ескі қатысушы бар ма? Бексұлтан. Мен өзім ойлап тұрмын. Енді бізде қыздардың бәрі сұлу ғой. Біздегі қыздарға келген шығармын осы. Айдың құсап жанағындай. Солай, аха. Кеше бәрі байқады ғой, көріп келдік қасиетімді. Кеше екі адамды айттым, екеуіне де кеп тұрды. Бүгін мен ойымша біз жақтан ұл бала келеді деп. Сен жақтан ұл балаға келеді. Түсінікті. Ендеше дұрыс пікір айтылған жоқ. Яғни кімге келгенін біз қазір біліп тұрмыз. Бірақ нақты жауабын экраннан көріңіздер деп айта алмаймыз. Өйткені күтпеген жағдай үміткер Кенжені таңдады. Келе ғой, Кенже. Ешкім күткен жоқ бұны, Кенженің өзі де күтпеген сияқты. Қалайсың, Кенже, амансың ба? Шүкір, аман есен, жақсы бәрі. Аман есен ба? Жақсы ма бәрі? Жақсы. Кенже осы 6-шы маусым басталғалы жобаның жаңағы босағасының қасында, ішінде жүр, кім боп жүр? Енді нақты жауабын өзің берсең? Енді осы 5-ші маусымда осы жерде отырдым ғой, қанша дегенмен. Енді қазір жобадамыз, енді жобаның ішіне келіп жатырмыз. Алдағы уақытта нақты бір жауабын айтатын болам. Әлі күнге дейін құпия болып қала берсін. Түсінікті. Енді Кенже бұл жерде үміткер қабылдауға дайын ба, лайық па, құқығы бар ма деген сұрақты орынды. Өйткені Кенже 5-ші маусымда жұбымен бірге аяқтаған еді. Яғни танысып жатқан үміткер емес, жұбы болған нақты. Неге ортаға шықты және екеуінің арасына қандай сызат түсті? Неге екеуі бірге емес? Жауабы жарнамадан кейін алыстамаңыз. Талайларды жүрек жарды қуантқан, талай қызды ұясынан ұзатқан, талай серіға суды ұнатып, жобадағы ұлы тойға ұласқан. Қашықтар мекені жаңа маусымды тағы тоймен бастамақ. Алғашқы той кімнің тойы? Сәлден кейін бір болайық. Бірақ енді толыққанды әріптес деп айта аламыз ба? Толыққанды деп енді айта берсеңіздер болады, жақсы сөз жарым рас демекші. Енді кез келген жұмысқа тұрар алдында тәжірибеден өтеміз ғой. Сол сияқты тәжірибеден өтіп жатырмын қазір. Болашақта осы жерден мені көретін боласыздар. Деп нақты айтты, мүмкін көретін боласыздар деп мен нақтылай кетейін. Енді Кенженің қобалжығаннан жүрегі сыртқа шығып кетті. Суреті тұрған жерде. Сөйтіп бөпе-бөпе деп қоймаушы едің, бөпең қайда? Енді бізде осы 2 аптадан асып кетті. Арақатынастың тоқтатқан жайлы инста желісінде ғана жарияладық. Өйткені енді эфир бітті ғой, маусым бітті деген сияқты. Өкінішке орай солай аяқталуына тура келді. Мен оны мынау күнәлі деп айтқым келмейді. Өйткені біз жұп болдық, басқа болды, бірақ жөнді танып білмедік бір-бірімізді деген сияқты. Бірақ менің алға қойған мақсаттарым, жоспарларым көп болатын. Тіпті үйімдегілермен таныстырып. Сен жаңағы үйленуге асығыс кезде жаңағы мен асықпайым деп жауап берген еді ғой. Сол тиді ме көңіліңе? Ол бар еще. Өйткені дайын болған жоқтығы да бар әрине. Өйткені жүру керек, көру керек деген сияқты. Содан соң әлі қызық көргісі келеді деген сияқты көп. Енді жас басылмаған деп айтсақ. Сөйтіп сен әлі де асығыссың ба? Сезім басылды ма? Жаңа таныстыққа деген жол бар ма? Ашық па жол? Ашық болмаса онда... Жоқ, әрине ашық. Өйткені кез келген есікті жабар кезде ойланамыз ғой. Мысалы, өйткені мен сондай жасқа келдім. Бір нәрсені жасар алдында 2-3-7 рет ойланып, бір рет кесетін жағдайға. Сондықтан жаптым, арақатынас түбегейлі тоқтады.
бірақ енді көрген кезде былай еске алып қалатын сәттер болады, оны Бірақ жасырмаймын. дәл қазір дайынсың ғой, үміткер Дайын. қабылдауға. Негізі бар ғой, Кенже өзгердім дегенге бір сеніммен қарауға негіз бар деп айтқым келеді. Өйткені қатысушы болған кезде Кенже жалпы ең соңғы болып келетін. Яғни белгіленген уақыттан 1,5 сағат кейде келмей қалады. Аптасына кем дегенде 1 рет ауырады, бірақ жаңағы тәжірибеден өтем деп келгелі бері 1 апта болды, бірде бір рет кешіккен жоқ негізі, иә. Кешіккені былай тұрсын, 1 сағат ерте келеді жұмысқа. Иә, бәрінен ертеге қатысушыларға ұрсатын болып жүр жаңа 5 маусымдағы әріптестеріне. Соған қарағанда өзгерген жігітіміз таныстыққа шынымен де дайын шығар. Қалай болса да таныстық орын алсын, Кенжені таңдаған ару ортаға шықсын. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Tanысайық. Есімім Махаббат. Махаббат. 19 жастамын, Қызылорда қаласынан. Махаббатты аңсаған Кенжеге Махаббаттың өзі келді. Қызылорда қаласынан келді бірде. Жасыңыз қаншада дедіңіз? 19-да. 19-да. Немен айналысасыз қазір? Қазіргі уақытта жұмыс жасаймын, оқу бітірдім. Және де өзім жеке бизнесім бар. Жеке кәсібіңіз де бар, жұмысыңыз да бар, оқуыңыз да бар. Енді Кенже болады. Үлгіресіз бе бәріне? Үлгереміз. Үлгіреміз. Жеке кәсіп қандай шаруада? Яғни қай бағытта? Ашеке бұйым сатам. Алып сату ма? Якымыз. Алып сату, дұрыс. Жаңағы жұмыс істеп қалдыңыз. Ол жұмыс сол кәсіпке байланысты ма, жоқ бөлек жұмыс? Бөлек жұмыс. SMM менеджер болып атқарам. О, Кенже де одан ауыл алыс емес, яғни өзінің инстаграмының SMM менеджері. Одан бөлек жаңағы оқуым дедіңіз. Қандай мамандық? Оқуды бітірдім. Бітірдіңіз. Иә, тігінші мамандығын бітірдім. Тігінші мамандығын бітірдіңіз. Өзіңіз таңдап түсіп педіңіз? Өкінішке орай өзім таңдауым емес. Өзіңіз таңдаған жоқсыз. Енді болашақта оқуды жалғастыру ойыңыз бар? Жоғарғы оқу орнына түсуге әрине ойда бар. Қазіргі уақытта ақша жинаудамын. Қазір енді қаражат жинап алу керек деп. Ертең Кенже жалпы егер бәрі жақсы болып, жаңағы той болып жатса, содан кейін жарың оқиым деп жатса, ақша табасың ғой оған? Ондай жағынан ешқандай қиындықтар туындамайды, айтады ғой, век живи, век учись деген сияқты. Ол керісінше жақсы. Өйткені оқығандық ешкімге кедергі жасаған жоқ. Жалпы 21 ғасырда адам білімге талпыну керек қой, сондықтан енді нұр үстіне нұр болар, енді егер жоғарғы білім алып жатсаңыз, сәттілік тілеймін бұл мәселеде. Неге Кенже қашаннан бері бақылап жүрсіз, неге келем деп шештіңіз? Неге Кенже дегенде, мен бұл кісіні қалаулым кезінен бастап танимын, бірақ та мен ол кезде жасым жетпеген еді. Қалаулым сен жобасынан танисыз, Қалаулым сен жобасынан танимын, бірақ ол кезде мен жасым жетпеді. Одан кейін 18-ге толғанда мен ата-анамнан рұқсат ала алмадым. 19-ға толып енді ата-анамның рұқсатымен келіп тұрмыз жерге. Келіп тұрсыз. Бірақ Кенже бұл жердің қатысушысы емес. Бірақ дегенменен бағыңызға бұйырып кәдімгі іс тәжірибеден өтіп жатқан жерден ұстап алдыңыз, Жалпы бізге өтініш тастаған кезде де, яғни үлкен әріппен Кенжеге, яғни қатысушының біреуіне емес Кенжеге деп жазып қойыпсыз. Ата-анаңыз рұқсатын берді, батасын берді, Қай адамға баратынымды да барлығын мен көрсеткен болатынмын. Мамамның ақ батасын алып келдім. Дұрыс, енді 3 жыл дайындалыпсыз. Қай қырларымен, қай қасиеттерімен, қай ерекшелігімен баурады сізді? Қай ерекшелігімен, енді мен 3 жыл бойы көрем ғой ол кісіні. Өзім мен әкенің тәрбиесінсіз өстім, әкенің еркелігін көрмедім мысалы. Мен Кенжеден соны көре алатын сияқтымын. Еркелететіні бар, тағы да қандай забота дейді ғой, сол сияқты мен соны көрем. Еркелетет дейсіз ғой. Жалпы Кенже де бұл мәселеде сізбен тағдырлас, сол себепте енді кезекті өзіне берейін. Кенже, шымылдық ашқаннан кейін таңғаласың. Таңғалуға негіз бар, өйткені неге екенін ашылғаннан кейін айтам, бірақ әуелі таныс бол. Интрига. Махаббат, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы, үлкен рахмет, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, аман есен. Мен таңдап келгеніңізге рахмет. Сол жаңағы қалаулым сен жобасында қатысушы болып отырғаннан бері бақылайды екенсіз ғой, ұзақ күткен екенсіз. Яғни сол бақылап жүргеннен бері қандай бір нем ұнады деген сияқты бір болады ғой, бір адамды баурап алатын, бір жаулап алатын өзіне айтты ғой жаңағы еркелететін сияқты мені, екеуміз тағдырлас. Иә, ол түсінікті ғой. Ал келбет жағынан ба, әлде жаңағы
тігін мамандығында оқыдым дедіңіз, стиль жағынан ба? Деп өзін мақтап жіберді жігіт, ә? Иә, әрине мен ең бастысы келбетке қарайтын нем бар. Бірінші келбетке қарайды, адам оны жасырып керек емес деп ойлаймын. Келбет ұнады, және де айта кететін нәрсе, мен бұл кісіден тағы да бір көретін нәрсе, ол әрқашанда қыздың мнениесі дейді ғой, қыздың ойын қолдайды, маған сол ұнайды, қызбен санасады. Иә, шынымен де қыздардың адвокаты болғаны өтірік емес Кенженің. Сәкен оған наразы сияқты. Махаббат, қош келдіңіз деп айтамайым. Сразу айтайын, ренжімеңіз. Кенжеге келгеніңізге келмеу керек еді негізі. Үйленетін жігіт емес бұл. Даже жігіт деуге де келмейді ғой. Өйткені қанша қызбен жұп болды жобада, білесің сен. Қалай айырылысты, қалай не болды, қандай жағдай болса да кәдімгі сыпылып кетеді. Сөзге жатып алған. Ауызбен ғана дәлелдейтін жігіт қой бұл. Жаңағы бекер келдіңіз, жігіт деп те айта алмай. Енді үйленбейтін жігіт қой бұл. Мысалы, нағыз жігіт ол кім жаңағы? Қараңыз, мен сөзімді аяқтап қызды еркінен тыс құшақтап, жаңағы өзінің зорлықпен, күшімен кәдімгі қалаған істететін ғана ма не жігіт? Енді қараңыз, махаббат шын ниетімен кеп тұр. Танысып көріп, болашақта отбасы болғысы кеп. Ал отбасы болатын жігітке Кенже мүлдем келмейді. Үйленбейтін жігіт қой Кенже. Үйленетін болса қалаулым сен де, или 5-ші маусымда үйленетін еді. Өйткені қанша қызбен жұп болды, это жұп деген қызбен жігіт болды. Қалай айырылысты, айырылысқан кезде де әдемі құтылып кетеді. Сөйлеген кезде әдемі сөйлейді да, бірақ іс-әрекетте жоқ, нөл. Сондықтан да тек қана танысасыздар, қазір сіз кездесесіздер, жақсы болады, бірақ мүмкін жұп боласыздар, бірақ үйленбейсің. Ешқашан үйленбейді ол. Үйленбейді дейді Кенже, рас па? Енді білмеймін қандай көріпкелдігі бар екенін Сәкеннің енді ауыз менікі деп әр нәрсені бір айтып жатыр ғой. Не де болса, біріншіден Алланың дегені болады, Сәкен сенің дегенің емес. Одан кейін тағы да айта кететін жағдайым, ешкімді зерттеп бақылаған жоқ. Әсіресе сен мен жайлы түкте білмейсің, сондықтан олай айтудың қажеті жоқ. Әрине, қалаулым сенде болмаған шығар, 5-ші маусымда болмаған шығар, бәлкім қазірде болмайтын шығар, бірақ ол адамның өзіне байланысты. Ең бастысы біз әрекет жасап жатырмыз. Мысалы, сен әрекетіңді жасадың ғой, 1-ші маусымда келдің, 5-ші маусымға үміткерде болып келдің, қазірде отсың деген сияқты. Бірақ менің сенен ерекшелігім, мен сені ол үшін сөкпеймін Сәкен. Керісінше, мына бала талпынып жатыр. Мына бала бір осы үйленгісі келеді деп түсінемін. Ал сен оны керісінше көретін болсаң, ол сенің ақаулығың деген ойда. Мысалы, қазір ұнап қалса үйленбейсің сен, бәлім жұп боласың, пара боласың, қыз боласың, бірақ үйленбейсің. Сен мына жаққа да кәдімде қуанып отырсың, жұмыс қалғанда тәжірибеден өттім. Кәдімде осы жаққа кешікпей, мына жаққа. Ал сен қатышу кезде қосалқы қаладың, кешігіп, ұйықтап қап, ауырып қап, сылтауратып. Ал сен саған жұмыс маңызды, карьера маңызды, Инстаграм маңызды, ал той бір 10 жылдан кейін үйлену мүмкінсің, бірақ 10 жылда да үйленбейтініне гарантия беремін саған. Бірақ дәл осы мәселелерді саған да айтуға болады ғой. Өйткені мысалы, бәлкім Сәкен үйлену үшін оны жұмысқа алу керек пе екен. Өйткені қазір кешігіп жүр что-то. Жұмысқа алсақ мүмкін кешікпейтін шығар. Жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма жоқ па, соны көреміз, алыстамайыз. Кенже отыр, Махаббат есімді сұлу ару таңдап келіп отыр өзің. Танысыңыздар? Махаббат, жаңағы айтылған сөздердің көбіне мән бермеуіңізді сұраймын. Енді ол жағынан жалпы мен өзімді де жаңа критиковать етемін, өзімді де сөгіп отырамын. Өйткені жасың келген сайын енді жылдан жылға өзіңде таңдағыш болып кетеді екенсің. Жаңа сондай бір әдеттер бойыңа үймелей бастайды екен. Менде оны мойындаймын, таңдағыш болып кеттім қазір. Уақыт келген сайын, есейген сайын осы таңдап отырамын, мынау болмайды, мынау деген сияқты. Ол әрине өзімде сөгіп отырамын ол үшін. Бірақ айтады ғой жаңағыда, дөп басып бір кісілер айтып жатыр, мысалы Сәкен сияқты. Үйленбейді, анау-мынау деген сияқты. Жоқ, ондайдан енді Алла сақтасын деп айтам. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан, сондықтан әркім өзінің теңін тауып, бақытты болып, бала сүйіп, бір отбасы құрғысы келеді. Мен сол адамдардың қатарынанмын. Сондықтан оған қатты мән бермеймін. Содан соң, жалпы не ұнайды сізге? Қандай фильмдар ұнайды, немесе қандай түс ұнайды? Сізді ашық білу үшін қазір осындай сұрақтар қойып отырмыз сізге. Фильмдар дедіңіз ба?
фильм болсын немесе жаңағы таңертең тұрғанда кофе шай не ішесіз деген сияқты өзіңіз қандайсыз кішкене сипаттама берсеңіз өзіңізге. Мен негізінде өзім кино, фильм дегенге қызықпайтын адамдардың қатарынанмын, көрмеймін. Бос уақытында өзім өлең жазамын, өлең жазған ұнайды. Ақындық қабілетіңіз бар, иә? Ау? Ақындық қабілетіңіз бар. Аха. Оны қайдан біліп қойдың? Өйткені өлең жазам деп айтты ғой. Өлең жазам деді ма? Мен естімей жатырмын мына жерде. Өйткені мына шымылдық құрғыр ештеңе ескізгізбей. ашық осында. Ашқың келіп тұр ма? Мә, Кенже, шынымен де менің ойымша ашуға негіз бар. Өйткені енді айттым ғой жаңа ғана, махаббаттың түрін көрсеңіздер, маған былай көрінді де, бұрынғы Кенженің келген үміткерлерінің жаңағы сырт келбетін жиынтығы сияқты болып көрінді. Шын айтым. Өйткені кәдімгі қазір шымылдық ашқанда кәдімгі бір бұрыннан бері таныс қызды көргендей болып қалуы мүмкін. Сол себепті менің ойымша асығу керек, е? Ашайық. Ал, ендеше шымылдық ашылсын, алғашқы таныстық. Қобалжып кеттіңіз ғой махаббат. Енді үш жыл күткен кездесі ғой шынымен де махаббат үшін. Ал Кенже, жаңағы нақты қай үміткеріңнің сыр келбетіне ұқсатып тұрғанымды айта алмаймын. Бірақ бірдеме бар сондай, білмеймін. Өзің сезіп тұрсың ба? Қараторы, қазақтың қараторы деп бастайшы. Керемет, әдемі, келбеті келіскен, сұлу қыз екен сіз. Сұлулығыңыз ерекше махаббат расымен. Қуыршақ сияқтысыз. Иә, андай. Ұялып қалғанша. Расында, сіз ұлтыңыз таза қазақ қой, е? Бәсе, бір гәп бар мына жерде. Папам түрік, мамам қазақ. Бәсе, анау метистар өзі сұлу болады ғой. Солай ма? Әкеңіздің ұлты түрік па? Әкемнің анасы Әзербайжан, папасы түрік. Үшқан. Бірнеше қан араласқан. Керемет, тамаша. Және неше ағайындысыз? Үйде 7 ағайындымыз, ең үлкені өзім. Мәссаған, машалла. Керемет. Ата-анаңыз да жас, е? Иә, мамам 83 жылы. Ал сіздің үйіңізде көбінесе жаңағы түрік әдет ғұрыптар, салт дәстүрлер сақтала ма? Жоқ, өкінішке орай мен өзім туған әкеммен тұрмаймын. Ау? Өкінішке орай мен өзім туған әкеммен тұрмаймын. Екінші әкем. Түсінікті. Жаңағына айтып кеттіңіз ғой. Яғни ата-анаңыз ажырасқан жас кезінде. Жаңағы 7 ағайындымыз дедің, бір әке бір шешеден жетеу ме жоқ әлде? 4-еуміз бірінші папамыздан, қалғаны бізде екінші қазіргі отчимда. Демек сіздің анаңыз 4 баламен тұрмысқа шықты. Иә, өмірде бәрі мүмкін. Міне, бәрі мүмкін дегеннің дәлелі осы. Шынымен де. Демек сіздің анаңыз 4 баламен тұрмысқа шығатты, тағы да 3 бала босанады. Демек болады екен, е? Мына жерде көп қатысушыларды жігіттердің әсіресе бір талабы барды, сондай отбасылы болса, ажырасқан болса, баласы бар болса, ол қиын болады, тағы да сол сияқты сөздерді айтады. Бірақ міне айқын дәлелі деп айталам. Өйткені міне өмірдің екінші көктемін көріп, рахаттанып, қазір 7 баласын құшақтап, мәз болып отыр анасы. Егерде шын сүйсе шынымен де қарамайды. Менің анам екінші әкемен танысар алдында айтқан әңгімесі, мамам айтты, менде дым жоқ, балаларымнан басқа байлығым жоқ деді. Егерде мені осылай қабылдайтын болсаң, мен сенікімін деп. Кенже сөз таба алмай жатыр. Өте күшті содан екеуі де ұялып отыр, бір түрлі бір-біріне қарап кәдімгі. Анасы менің әпкемнен 3 жас қана кішкентай екен. Жас, жап-жас, керемет, тамаша. Мүмкін сезіміңізді өлеңмен жеткізе алатын шығарсыз. Өлең жазам дедіңіз ғой жаңа. Иә, өлең жазған болатынмын. Қарамайын деймін. Ол нақты Кенжеге арналған өлең ба? Мәссаған. Вау, тұра тұрыңыздар. Кенжеге арналған өлең. Өзіңіз шығарған. Микрофон береміз бе? Менің ойымша арнайы микрофон берекші бол үшін. Міндетті түрде. Жасыл қайды? Жарайды. Өзіңе.
Келіп тұрмын ғашықтардың алаңына. Келіп тұрмын ғашықтардың алаңына. Білмеймін көңілден шыға аламын ба. Сай болып келіп тұрмын деп ойлаймын. Кенжебектің қойған барлық талабына. Бұлардан әңгіме шықпайды менің ойымша. Сырласуға барасың ба? Иә. Шығарып сала ендеше.